Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді балды тортын дайындаймыз. Қазір біз классикалық рецептпен жасайтын боламыз. Өте сенімді рецепт және ең қарапайым ингредиенттерден жасалады. 100 грамм сары май, 3 жұмыртқа, немесе 2 жұмыртқа алсаңыз болады, 200 грамм қант, 1 шай қасық сода, 2 ас қасық бал және де 400 грамм ұн керек болады. Кішкентай кастрюлемізге 3 жұмыртқа жарамыз. Оған қалған қант қосамыз. Ең қарапайым ингредиенттерден жасалады. Енді кішкене тұз қосамыз. Және жақсылап миксерлейміз. Енді осы массамызға сары майды қосамыз. Және де 2 ас қасық бал қосамыз. Енді кастрюлемізді аз отқа қойып, ергенше араластырамыз. Массамызды оттан алып, майымыз ергеннен кейін аламыз және оған 1 шай қасық сода қосып, тез-тез араластырамыз. Енді массамыз кішкене суғаннан кейін, ұнды аз-аздан қосып араластырамыз. Ешқандай түйнектер қалмау керек, жақсылап араластырамыз. Арғарай қамырымызды тақтайда елейтін боламыз. Кішкене ұн сеуіп, оның үстіне қамырды құямыз. Енді қамырымызды қолмен елейтін боламыз. Ұнды көп қоспаймыз, себебі қамырымыз тым қатты болып қалуы мүмкін. Қазір тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін өз қалпына келеді. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді мен тоңазытқышқа салмастан бұрын алдын ала корждарға үстіп бөліп қоям, одан кейін барып саламын. 10 коржға дейін бөлемін, примерно. Или одан азырақ. Тоңазытқыштан 1 сағаттан кейін шығарамыз, және де тонкий пластқа оқтаумен томалақ қыламыз оның үстінен. Менде тарелкада 21 сантиметр диаметрі. Томалақ қып кесіп, вилкамен тесіктер жасаймыз. Және де әр коржды 5 минуттан 180 градуста пісіреміз. Міне, корждарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Міне, тортымызды осындай тәсілмен жинаймыз. Корждың үстіне крем жағамыз, ары қарай жинаймыз. Өте тез жиналады. Және де кез келген мейрамға жай шай ішуге келетін торт. Жақындарыңызды қуантыңыз. Өте дәмді болып шығады.